Бұл тақырып функцияның шегі немесе лимит деп аталады. Бізде мынандай есеп берілген екен, бірге шығарып көрейік. Біз білеміз, лимит x шексіздікке ұмтылған кезде қандай да бір функцияның бізде егер анықталмаған болатын болса, біз онда функциямен жұмыс жасауымыз қажет. Бізде функциялар түбірасты немесе иррационал өрнек берілген екен. Бұндай жағдайда біз түйіндесіне көбейтеміз. Яғни түбірасты x қосылған түбірасты x қосылған түбірасты x азайтылған түбірасты x және осының түйіндісі дәл осындай, тек бізде таңба өзгереді. Яғни мына жерде минус емес, қосу жазып түбірасты x жазамыз. Енді дәл осы өрнекті көшіріп біз бөліміне жазамыз. Яғни біз бұл жерде түйіндесіне көбейттік. Енді бұл бізде шек, яғни x шексіздікке ұмтылғанда, мына жерде бізде формула қысқаша көбейді. Формуласы, яғни а азайтылған б, а қосылған б. Яғни мына ішіндегі барлығын а деп алатын болсақ, онда бізде а-ның квадраты азайтылған б-ның квадратына тең екен. Олай болса, бізде x шексіздікке ұмтылғанда бірінші алымында бізде болады x қосылған түбірасты x және де азайтылған x. Бөлімінде бізде ештеңе өзгермейді, яғни дәл сол қалпымен жазамыз. Қосылған түбірасты x. Енді мына жерде бізде x-тер қысқарып кетеді. Сонда бізде лимит x шексіздікке ұмтылғанда, енді бізде түбірасты x-ке алымында бөлімінде бөліп жіберсек, бізде не болады? Бізде түбірасты 1 қосылған түбірасты x бөлінген x немесе 1 бөлінген түбірасты x-ке тең. Бөлімінде бізде түбірасты 1 қосылған x бөлімінде алымында x қосылған түбірасты x және де қосылған 1. Мыналардың барлығы бізде қысқарып кетеді. Ары қарай бізде алымында ештеңе тиіспейміз, яғни дәл сол қалады. Бөлімінде біз қосылған мынау тұрған түбірді біз түрлендіріп алуымыз қажет. Олай болса, біз жазамыз 1 бөлінген түбірасты x қосылған 1 бөлінген x түбірасты x-ке тең. Және де қосылған 1 бар. Енді мына бөлшек бізде 0-ге ұмтылады, яғни 0-ге тең. Мына бөлшекте бізде 0-ге тең, мына бөлшекте бізде 0-ге тең. Сонда бізде қалатыны 1 бөлінген. Мына жерде бізде 1 қалды, түбірасты 1-ден 1 шығады. Және де мына жерде 1 бар. Сонда бізде жауабы 2-ден 1-ге тең екен. Мына келесі есепті өздерің шығарып көріңдер және комментарияға жазып кетіңдер. Бұл есеп шығару барысында біз функцияның түйіндесіне көбейттік және де түбірасты өрнектермен жұмыс жасадық. Егер осындай есептерді оңай әрі тез шығарып кетсе, біздің онлайн мектебімізге келіңдер. Және де келесі есептерді өткізіп алмас үшін міндетті түрде тіркеліп алыңдар.